ойындар, кел, кәне. Бүгін біз қазақтың ұлттық ойын ойнайық, келе ойындар кәне. Бүгін біз қазақтың ұлттық ойыны хан талапай ойын ойнайық. Жарайды ма? Ойнаймыз ба? Жарайсыңдар. Олай болса балалар, мен ойынның шартымен түсіндіріп өтейін. Менің қоржынымда көп деген асықтар бар екен. Осы көп деген асықтардың ішінде ерекше бір түсті асық бар екен. Қараңдаршы балалар, көттіңіз ба? Осы асық хан асығы болып аталады екен. Қандай асық? Хан асығы. Жарайсыңдар балалар. Балалар, мен талапай ойын басталды алақай деп көп асықты ортаға шашамын. Сол кезде мына қызыл асық кімге бұйырады, кім бірінші алады, сол біздің асық ату ойынын бірінші болып бастайды. Түсіндік пе балалар? Жарайсыңдар балалар. Келесі болып кім көп асық жинайды, сол ойынды екінші болып атады. Яғни, кім ату керектігін білу үшін мен сұрақ-жауап қойып отырамын. Түсіндік пе? Жарайсыңдар балалар. Балалар, олай болса дайынбыз ба? Талапай. Ойын басталды. Талапай. Ақырын балалар, таласпаймыз. Ақырын таласпаймыз. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Орныңызға отыра қояйық кәне балалар. Аяжан, орныңызға отыра қояйық кәне. Жарайсыңдар. Ал балалар, хан асығы кімде екен? Раяна бастайды. Раянада хан асығы бірінші болып Раяна алды. Келе қой Раяна. Кімде көп асық бар екен? Аяжанда. Жарайсың. Демек, біздің хан талапай ойында хан асығын алған бірінші Раяна болса, асық ату ойында мергендікпен көзге түскен біздің Аяжан екен. Жарайсыңдар. Ал балалар, бізге хан талапай ойын ұнады ма? Жарайсыңдар балалар. Біздің қазақтың ұлттық ойынымыз хан талапай ойыны осылай ойналады екен. Түсіндік қой балалар? Жарайсыңдар.